Армысыздар ардақты ағайын, ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Құрметті достар, бүгін сіздерге ұмай әйелдер ипотекасын доход есептеу тәсілін көрсететін боламын және табыс көзіне қандай талаптар қойылады отбасы банк тарапынан. Соны толыққанды сіздерге қазір түсіндіріп беретін боламын. Дәл осы видеоның алдында мен сіздерге толық шарттарын, талаптарын, ай сайынғы төлем, переплата, оценка қалай болады, оның бәрін айтып тастаған болатын. Міндетті түрде сол видеоны көріңіздер. Ол жерде 11 мың адам көріп тастаған. Міндетті түрде көрсеңіздер, ұмай әйелдер ипотекасы бойынша баспаналы болуға бір қадам жасайсыздар. Құрметті достар, ескерте кетейін, менің YouTube каналым оқырмандар саны 25 мың адамға жеткенде, мен сіздерге екінші деңгейлі банктер арқылы алғашқы жарнасыз баспана алу жолын үйрететін боламын. Сонымен кеттік, менің дәл сілтемемді барлық группаларға таратамыз. Қазіргі тақырыпқа зейін қойып, құлақтарыңызбен, оң құлақтарыңызбен тыңдаңыздар. Ақпа құлақ қатса ақ кетеді, құйма құлақ қатса құйып алады деген сияқты миларыңызға құйып алатын болыңыздар. Қазір доход қалай есептейміз, ай сайынғы төлемді қалай шығарамыз, сіздің табысыңыз жете ме, жетпей ме, соны үйренетін боламыз. Тақтаға назар аударыңыздар. Негізі отбасының табысына назар аударады. Ең бірінші назарды отбасының табысына аударады. Енді сіз тұрмыста болсаңыз, әйел мен күйеуінің ортақ табысын қарайтын болады. Егер сіз тұрмыс құрмаған болсаңыз, немесе ажырасқан болсаңыз, немесе енді Құдай өзі сақтасын күйеуіңіз қайтыс болған болса да, мысалы жесір әйел болсаңыз, онда тек әйел адамның доходына қарайтын болады. Яғни отбасының табысы немесе әйел адамның табысы 640 мың теңгеден асып кетпеуі керек. Кішкене үлкен өтініш сіздерге, осыны түсініңіздер. Көп оқырмандар мен сұрап жатыр, 640 мың кім алады, Құдай-ай, ол байдың қатындары ма деген сияқты. Осы сомадан асып кетпеуі керек. Бәлкім сіздің отбасының табысы 200 мың, бәлкім 300 мың күйеуіңіз екеуіңіз қосқанда, мүмкін 100 мың теңге. Ең бастысы мына сомадан асып кетпесе болды, сіз қатыса аласыз деген сөз. Яғни бағдарламаға вход деген болады, кіре аласыз деген сөз. Енді ары қаратай қараңыздар. Егер отбасының табысы, жаңағы әйел мен күйеуі немесе тұрмыс құрмаған әйел адамның табысы 550 мың теңгеге дейін болса, дейін бұл жерде назар аударатын сөз, дейін 200 мың, бәлкім 100 мың теңге сіздерде. Онда сіз мына бағалау құнының, яғни оценканың тек қана 85%-ын қарыз ретінде займ рәсімдей аласыз. Түсіндіңіз ба? Егер отбасының табысы, бізде іскер әйел азаматтар бар ғой, енді көп 500 мыңнан артық табатын әйел азаматтары бар. Күйеуімен екеуін қосқанда тіпті мен сіздерге айтайын, 2 миллион, 3 миллионнан асып кететін отбасылар да бар, табыс табатын. Міне, қараңыздар. Отбасының табысы 550 мың бір теңгеден және 640 мың теңгеге дейін болса, онда сіз мына баспананың бағалау құнының, яғни оценканың 80%-ын қарыз ретінде аласыз банктен. Басқа жетпей тұрған суманы сатушыға бересіз. Оны қазір сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Қараңыздар. Мысалы, пәтер таптыңыз, пәтер құны 15 миллион теңге. Оны оценочный компания ең бірінші оценка жасайды. Оценочный компания, кез келген тәуелсіз оценочный компания. Немесе отбасы банкпен жұмыс жасайтындарға жасасаңыз, ол кішкене оңайырақ. Ары қаратай, банкте ЦЗР деген отдел болады. Служба залоговых рисков деп аталады олар. Яғни залоговиктер. Вот солар мына оценщиктің жасаған оценкасын тексереді. Яғни сіздің тапқан пәтеріңіз, оценочный компания оценка жасаған құны сәйкес келе ме? Орналасқан жері, материалы қандай, соның бәріне назар аударып барып, ең соңғы нүктесін осы отбасы банкінің залоговиктері қояды. Яғни отдел залоговых рисков деп аталады олар. Көрдіңіз ба? Себебі сіз банктен, банктың шотына алғашқы жарна салмай, банктен қарыз алайын деп тұрсыз. Әлде қандай жағдай болып кеткен жағдайда, ипотеканы төлей алмай қалдыңыз, жұмысыңыздан айырылып қалдыңыз, көрдіңіз ба? Банк өзін сақтандырады. Сіздің алып атқан пәтеріңіз қандай да бір берген қарызын жабу үшін осындай ең соңғы нүктесін өздері қояды. Ары қаратай, мысалы 15 миллионға таптыңыз, оценка жасады, банк сол оценканы 15 миллионға қабылдады да. Енді қараңыз, отбасының табысы 550 мың теңгеге дейін болса, онда сіз осы 15 миллионның 12 миллион 750 мың теңгесін қарыз ретінде отбасы банкінен аласыз. Ар жағындағы 15% қалған ақшаны, яғни ол 15 миллионның 2 миллион 250 мың теңгені сатушыға беруіңізге тура келеді, өз қалтаңыздан. Отбасы банк депозитіне ешқандай ақша салмайсыз. Түсінікті да? Енді дәл осылай келесі екінші жағдай, 15 миллионға таптыңыз, оценочный компания жасады, банк бөлімшесі қабылдады оны, жаңағы отделениесі да. Яғни сіздің табысыңыз отбасынікі 550 мың мен 640 мың теңгенің арасында болса,
Онда сіз мына 15 миллионның 80%-ын қарыз ретінде аласыз. Ол дегеніміз 12 миллион теңге. Ар жағындағы 20%-ды, яғни ол 3 миллион теңгені сатушыға беру керек. Міне, толық түсіндіре алдым деп ойлаймын енді. Түсінбесеңіздер, тағы бір қайталап көріп шығыңыздар. Болмаса дәл осы видеоның алдыңғы видеосын қараңыздар. Міне, негізгі максималды қарыз алғыларыңыз келсе, ол сіздің тапқан пәтеріңіздің оценкасына байланысты және мына отбасының табысына байланысты. Окей, да? Кеттік ары қаратай. Құрметті достар, расход. Расходқа не жатады? Ең бірінші расходқа әр адам басына күнкөріс деңгейі үшін 10 МРП-дан алынып тастайды. Әр адам басына. Заемщиктің, созаемщиктің, 18-ге толмаған балалары болсын, барлығына 10 МРП-дан алынады. 1 МРП 2022 жылы 3063 теңгені құрайды. Сіз дәл осы видеоны 2023-2024-те көріп olsanыз, сол кездің МРП-сімен есептейтін боласыз. Енді расходқа тағы да кредиттер жатады. Ол автокредит болуы мүмкін, товарный кредит болуы мүмкін, кредитный карталар болуы мүмкін. Не? Расходқа солар жатады. Енді максималды сіз алатын пәтердің құны 30 миллион теңгеден асып кетпеу керек. Сіз нарықтан 35-40 миллионға пәтер тапсаңыз, ол болмайды. Максималды пәтердің құны 30 миллион теңгеден асып кетпеу керек. Бұл талабы сондай. Енді мысал ретінде доход қалай есептейміз, соны үйренейік. Мысалы, әйел бар, әйел азамат. Ол күйеуі бар да, екеуі жұмыс жасайды, әйел де күйеуі де. Екеуінің 18-ге толмаған 2 баласы бар. Семьяда 4 адам. Егер балалар 18-ге толып кетсе, оны расходқа қоспасаңыздар да болады. Ары қаратай, әйел мен күйеуінің доходын қосқанда 480 мың теңге алады екен. Таза қолдарына алатын доход 480 мың теңге. Енді бұл ортақ табыс. Күнкөріс деңгейі, яғни күнкөріс үшін 4 адамға 122.520 теңге кетеді. Яғни отбасында 4 адам бар ғой. Әр адамға 10 МРП. 10 МРП-міз 3063 теңгені құрайды. 30.630 теңгені 4-ке көбейтсеңіздер 122.520 теңге шығады. Одан кейін Каспий банкте 70 мың теңге кредиттер бар екен. Дәл осы отбасының мысал ретінде айтып жатырмын. Енді бұлар отбасы банкіне келді, женская ипотека мен займ рәсімдегісі келді, и ол кісілерге айтты, женская ипотека бойынша ай сайын төлеп 200 мың теңгені құрайды деді. Ары қаратай, сіздің доходыңыз жете ме, жетпей ме, оны қалай есептейміз? Мұқият назар аударыңыздар. Сіздерде 480 мың теңге ЧСД, яғни чистый совокупный доход, қолдарыңызға алатын доход 480 мың теңге. Одан 122.520 теңгені алып тастаймыз күнкөріс үшін. Одан 70 мың теңге мына Каспий банкте кредитіңіз алып тастаймыз. Одан мына жаңа ипотека бойынша 200 мың теңгені алып тастаймыз. Сіздердің қолдарыңызда 87.480 теңге қалады. Яғни сіздерге банк одобрение береді. Одобрение береді, егер мына оценканың құны еще сәйкес келсе. Түсіндіңіздер да? Енді қараңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Мына чистый совокупный доходтан расходты алып тастағанда сіздердің қолдарыңызда 0 теңге қалу керек. Ең құрғанда 0 теңге. Егер минусқа кіріп кететін болса, мына общий доходтан, расходтарды алғанда минусқа кіріп кетсе, онда өкінішке орай сіз одобрение ала алмайсыз, құрметті достар. Міне, көріңіздер, үйреніңіздер. Тағы бір ескертетін жағдай, соңғы өзгеріске байланысты, мына отбасының табысы 640 мың теңге деген, я? Мен алдыңғы видеода айтқам, окладтан, начислениядан алынады деп. Соңғы өзгеріске байланысты бұл тек қана ЧСД, чистый совокупный доходтан, яғни таза қолға алатын доход отбасының 640 мың теңгеден асып кетпеу керек. Бұл соңғы өзгеріске байланысты, құрметті достар. Сонымен қатар, құрметті достар, көптеген оқырмандар айтып жатыр, мен доходым жетпей қалды, қазір созаемщик әкелемін да, ұлғайтып максималды қарыз сомасын ала аламын ба деп. Өкінішке орай болмайды. Өйткені тек қана әйел адамның күйеуі болса, екеуінің ғана доходын қосады. Созаемщик не үшін керек? Мысалы, мен мына жерде айттым ғой, Каспий банкте 70 мың кредиті бар деп, да? Созаемщик осы 70 мың теңге кредитті расходқа қоспас үшін созаемщик тарта аласыз, чтобы мына 70 мың теңгені қоспас үшін. Көрдіңіз да? Созаемщик сол үшін ғана керек. Міне, құрметті достар, тақырып осы. Ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Келесі видеода кездескенше аман есен сау болыңыздар.